Саламатсыздар ма, хош келдіңіздер. Бүгін бүкірліктен арылуға арналған жаттығуға тоқталатын боламыз. Бүкірлік біздің жай ғана деден бітіміміздің өзгерісі емес, бұл аса күрделі, яғни бұлшық еттердегі өзгерістер. Әсіресе біздің кеуде бұғана бөліміндегі және іш бұлшық еттерінің қысқаруы дәл осылай шектен тыс созылған арқа бұлшық еттерінің пайда болуына алып келеді. Бұл біздің яғни бүкірлік мәселесінің туындауының басты себебі. Бүгінгі жаттығуда сіздерге дәл осы кеуде қуысын ашып, іш бұлшық еттерін созуға және дәл осы бос арқа бұлшық еттерін нығайтуға бағытталатын жаттығу комплексімен танысатын боламыз. Және ең соңында дәл осы кеуде бұлшық еттерінің босаңсуына бағытталатын өте жақсы босаңсу жаттығуларымен бірге тоқталамыз. Ендеше көзімізді жұмып, дәл осы практикаға көшейік. Ең бірінші көзімізді терең жұмғаннан соң омыртқа жотасын, яғни тік түзу ұстауға тырысамыз. Біздің құйымшағымыз бен қарақұстың ортасы міндетті түрде бір сызықтың бойында жалғасуға, яғни мүмкіндігінше тік түзу ұстап отыруға тырысамыз. Екі иықты төмен қарай түсіріп, қашанда біздің яғни қарақұсымыздан жоғары қарай тартып, омыртқа дәл осылай жаңағы жер мен көктің ортасындағы созылып жатқанын сезінуге тырысамыз. Дәл осыдан кейін бар назарыңызды тыныстауға аударыңыз. Қалай дем тартып және дем шығарып жатқаныңызды. Дем тарту барысында дененің қай бұлшық еттерінің яғни қосылып дем шығаруға денедегі қай бұлшық еттер жауап беріп жатқан барлығын дәл осы процесті назарымызды салып бақылауда ұстауға тырысамыз. Дәл осыдан кейін екі иықты жоғары қарай көтеріп, төмен қарай түсірем. Екі иықты жоғары көтеріп, төмен қарай түсірем. Басы тек қана иықпен емес, сонымен қатар жауырынмен бірге қозғалуға тырысамыз. Тыныстаймын. Өте жақсы. Айналдыра түсемін. Және алды қарай бірнеше рет айналдыруға тырысамын. Дәл осыдан кейін қолды екі жақ жанымен жоғары қарай көтеремін. Саусақ құлпын түзіп, дем тартқанда ұзара түсуге тырысамын. Дем тарту, дем шығарған кезде қолды алды қарай созып, омыртқаны иегімді бұғана қарай жақындатамын. Дем тартамын. Және дем шығарамын. Жалғасты, дем тартамын. Және дем шығарамын. Жалғастырамын. Өте жақсы. Қолды екі жақ жанымен қайтадан жоғары қарай көтеріп, жақсылап тұрып дем тартамын. Содан соң сол жақ шынтағымды бүгемін. Оң жақ қолыммен дәл осы сол жақ шынтағымнан ұстап, өзімнің сол қолыммен оң жақ жауырынымды ұстауға тырысамын. Тыныстаймын. Енді осыдан кейін сол жақ қолыммен өзімнің оң жақ білегімнің астынан ұстаймын да. Дәл осы білекті мүмкіндігінше төмендете түсуге тырысамын. Өте жақсы, сол жақ жауырын бөлігінің созылғанын сеземіз. Тыныстаймын. Босатамын. Екі қолды бірдей жоғары қарай созамын. Дем тартамын да, дем шығарған кезде оң жақ қолымды бүгемін, сол жақ қолыммен шынтағымнан қарай тарта түсем. Тыныстаймын. Содан соң
оң қолыммен сол жақ білегімнен ұстаймын да сол қолыммен баяу қарай төмендей түсуге тырысамын. Екі қолды жоғары қарай көтеремін де жақсылап тұрып дем тартамын. Дем шығарған кезде дәл осы иығымызбен бір деңгейлес нүктеге алып келемін. Осыдан кейін мен кеуде қуысын ашып алақанымды артқа қарай, яғни айналдыра түсуге тырысамын. Екі жауырыным бір-біріме өте жақсы жақындайды. Дем тарту бұл. Дем шығарған кезде қолымды толығымен иыққа дейін айналдырып, иегімді бұғанаға жақындата түсемін. Кеуде қуысы жабылады. Дем тартамын. Дем шығарамын. Жалғасты. Дем тартамын. Дем шығарамын. Тағы да жалғастырамын. Дем тартамын. Кеуде қуысы ашылады, өте жақсы. Дем шығарамын. Жалғастырамын. Дем тарту. Және дем шығару. Қолды төменге қарай түсіремін де, бірден білезігімді, жаңағы жұдырығымды түйемін, бас бармағымды бірінші бүгіп, содан соң қалған саусақтарымды бүгем. Дәл осылай екі жақ жаныммен білезікті айналдырып, яғни қолды жоғары қарай көтеремін. Қарама-қарсы бағытта айналдырып, төмен қарай түсіремін. Арқа жауырын бөлімінің қосылғанын сезінуге тырысамын. Дәл осыдан кейін классикалық нұсқадағы, яғни маджари асанға қарай көшемін. Алақанға және тізеге тіремін. Алақан біздің иық көлеміндей ашылады және біздің иығымыз, шынтақ, білезік үшеуі бір сызықтың бойында болу қажет. Дем тартамын. Омыртқа иіледі. Дем шығарған кезде төсемені екі жаққа қарай алақаныммен керіп ашқан тәрізді, яғни иіле түсем. Біздің жауырын бөліміндегі бұлшықеттің екі жаққа қарай созылғаны жауырынның өте жақсы сезіледі. Дем тартамын. Және дем шығарамын. Алақанмен төсемені екі жаққа қарай керіп жатқан тәрізді, е? Дем тартамын. Дем шығарамын. Жалғастырамын. Дем тартамын. Дем шығарамын. Дем тартамын. Және дем шығарамын. Өте жақсы. Дәл осы жерде статикалық нұсқада қалуға тырысамын. Екі жауырынның екі жаққа қарай, яғни ашылып жатқаны бізге сезіледі. Алақанға өте жақсы салмақты саламын. Тыныстаймын. Дәл осыдан кейін мен баяу ішпен, яғни төсемеге жатуға тырысамын. Екі қолымды тіреп, кеудеммен ақырындап төмендеп, яғни жатамын. Дәл осыдан кейін алақанды тура кеуде қуысына қарай жақын ет алып келіп тіреймін. Екі шынтақты қабырғама қарай, яғни тұлға бөліміне қарай жақындатамын. Иықты көтеріп артқа қарай айналдырамын. Иықты көтеріп артқа қарай айналдырамын. Тыныстаймын. Өзіме құлаққа қарай жақындатып, яғни иықты төмендетемін. Бірге жауырынның қосылғанын сезесіздер. Тыныстаймын. Өте жақсы.
Қолымды дәл осылай екі жаққа қарай жаңағы созамын. Бас бармағымды дәл осылай ашқан күйде қалған саусақтарымды бүгемін. Дәл осыдан кейін келесі дем тартқан кезде мен кеуде қуысымды ашамын. Бас бармағым мені өзім денемнің артына қарайды. Иықты өзімнен ары төмендетіп ұстауға тырысамын. Дем шығарамын, қалыпқа түсемін, дем тартамын. Дем шығарамын. Дем тартамын. Дем шығарамын. Жалғасты. Дем шығарамын. Және дем шығарамын. Өте жақсы. Алақанды бір-бірінің үстіне қоямын да, маңдайымды алақанның үстіне қойып, өзімнің денеме толық тынығу беруге тырысамын. Тыныстаймын. Өте жақсы. Келесі дем тартқанда қолымды алды қарай созамын. Дем шығарамын. Содан соң келергі дем тартқан кезде мен аяқтарымды бір-біріне біріктіріп, аяғымның ұшынан артқа қарай созып тартып жатқан тәрізді аяғымды соза түсемін. Қолыммен алды қарай, яғни созыла түсем. Енді дем тартқанда аяқ қолымды бір уақытта көтеретін боламын. Дем тартамын. Дем шығарамын. Тағы да дем тартамын. Шынтақты бүгін. Дем шығарамын. Жалғастырамын. Дем тартамын. Дем шығарамын. Жалғасты. Дем тартамын. Дем шығарамын. Соңғы рет. Өте жақсы. Алақанды бір-бірінің үстіне біріктіріп, маңдайымды алақанның үстіне қоямын да, жалғасты тыныстаймын. Өте жақсы. Арқа бұлшық еттерінің қосылғанын сезесіздер. Келесі дем тартқан кезімде менің оң қолым созулы болады. Сол жақ аяғымды мен бүгемін. Сол жақ аяғымды өзімнің, яғни сол қолыммен ұстаймын. Дем тартқан кезде оң қолыммен оң аяғымды көтеремін. Ал сол аяғым менің оң жақ кеуде қуысымды ашуға көмектеседі. Кеттік, дем тартамын. Дәл осыны статикалық нұсқада сақтауға тырысамын. Тыныстаймын. 1, 2, 3, 4, 5. Босатамын. Екі алақанды бір-бірінің үстіне қойып, маңдайымды алақанның үстіне қоямын да, денеге тынығу, босаңсу беруге тырысамын. Тыныстаймын. Келесі қолымды, яғни сол қолды созамын, оң қолыммен тобығымнан ұстаймын. Дем тартқанда көтеруге тырысамын. Кеттік, дем тартамыз. Тыныстаймын. Көз жанарымды алды қарай қаратамын. 2, 3, 4, 5. Босатамын. Алақанды бір-бірінің үстіне қойып, маңдайымды алақанның үстіне қоямын. Тыныстаймын. Енді екі аяғымды да бүгіп, тобығымнан ұстаймын. Иықты артқа қарай ашамын да, дем тартқан кезде аяғымнан өзімнің кеудеме аша түсуге аяғыммен артқа қарай созыла түсем. Тыныстаймын. Дененің беретін мүмкіндігіне қарай. Тыныстаймын. Босаттамын. Алақанды бір-бірінің үстіне қойып, маңдайымды алақанның үстіне қоюға тырысамын.
Енді мен оң жақ қолымды созамын. Өзім төсеменің сол жағына қарай жақындап қозғаламын. Содан соң сол қолыма кеуденің жанына қарай қойып, сол жақ алақаныма салмақты салып, дәл осы оң қолыма қарай денені бұра түсуге тырысамын. Басымды ақырын жерге қарай қоямын да, денені толық бұра түсуге тырысамын. Егер толық дене мүмкіндік беріп жатса, әрине сол жақ қолын үстінен айналдырып алып келіп, саусақ құлпын түземін де, одан сайын кеуде қуысын ашып, толық денемен бұрылуға тырысамын. Және тыныстаймын. Ақырын босатамын. Қалай асыңа кірдік, солай баяу біртіндеп босаңсыта денені айналдырып шығамын. Дәл осы созылған иығыма енді компенсация жасау үшін кеудемнің астына қарай алып келіп бүгіп басамын да, қолымның сыртын, яғни өзімнің иегіммен басамын. Тыныстаймын. Өте жақсы. Осыдан кейін мен енді сол қолымды созамын. Жанға қарай. Оң қолыммен дәл осылай тіреп тұрып, өзімді бұрып айналдыра түсуге тырысамын. Басыммен ақырындап жерге қарай жақындап, басымды толық жерге жанастырып жатқаннан кейін, егер мүмкіндік беріп жатса, дене мүмкіндік бермесе, дәл осы жерде қала берулеріңізге болады. А мүмкіндік берсе ғана біз ары қарай дененің тереңірек бұрылуына жаңағы дененің берген мүмкіндігіне қарай көреміз. Егер ауырсыну болса, яғни өзімізге аса күш қолданбаймыз, иә? Тыныстаймын. Жалғасы тыныстаймын. Өте жағымды күйде біздің иығымызды ашуға көмектеседі. Ақырын, яғни қолды қоямын, кеудеммен төмен қарай төмендеймін де, дәл осыдан кейін қолымды бүгіп, қолыма толық салмақты салып, өзімді итеріп артқа қарай, яғни тұрамын. Тізеге толық тіремін. Тізенің арасы, яғни жамбас көлемінде ашылған күйде болады. Дәл осылай ашылғаннан кейін, енді мен егер жеңілдетілген нұсқада орындайтын болсақ, әрине аяғымыздың ұшына тіреп орындаймыз. Егер тереңірек бара алатын болсақ, әрине аяқтың сыртына тіреміз. Қолымды өзімнің дәл осы сегіз көзім, бел омыртқам басталған жерге алақанымды тіреуіме болады. Немесе дәл осылай, яғни бас бармағымызды бүгіп, жұдырығымызды тіреуімізге болады. Иықты айналдырып ашамын да, өзімнің, яғни сегіз көз бел тұсынан салмақты салып итеремін, кеуде қуысымен ашыламын да, артқа қарай иіле түсуге тырысамын. Алды қарай ақырын, яғни баласынға көшемін, тыныстаймын. Кеудеммен қайтадан көтерілемін де, екінші рет біз тағы да сынауға тырысамыз. Иықты айналдырып артқа қарай ашамын, тыныстаймын. Алдыға қарай қайтадан компенсация ретінде төмендеймін. Енді үшінші рет толық уштрасанға көше алатынымыз, яғни түйе пішіндегі асынымызға
көше алатынымыз толық нұсқадағы ұштрасынға, яғни түсуге тырысамыз. Ал оған денесі әлі мүмкіндік бермейтін кісілер жаңағы позицияда, яғни ары қарай жалғастыратын боламыз. Екі қолды төмендетіп, яғни бір уақытта келіп, өкшемнен ұстаймын да, кеудемен ашыла түсемін. Алақанға салмақты салып, яғни қолдарымызға салмақ салып, өзімді итере түсемін. Қайтадан компенсация ретінде баласыңа мен төмендеймін. Тыныстаймыз. Дәл осыдан кейін, яғни енді біз кеуде қуысын одан сайын аша түсуге көмектесетін денеге жеңіл босаңсу жаттығуын жасауға тырысамыз. Яғни кез келген дәл осындай өздеріңіздің артық йогамен айналысатын болсаңыз, артық бір йога коврик сізде болады деген ойдамын. Дәл осындай йога ковригіңізді аласыз да, осындай домалақ шиыршықталған күйінде біздің арқамызға қоюға тырысамыз. Егер бұл жоқ болса, әрине кез келген сүлгі, орамал, соларды тығыз етіп, дәл осындай шиыршықтап пайдалануларыңызға болады. Мен енді дәл осыған артқа қарай шалқалап жатамын. Осыдан кейін қолымды екі жаққа қарай ашып, яғни шынтағым жеңіл бүгілген күйде ашылып жата түсуге тырысамын. Егер денелеріңізге ыңғайлы болып жатса, әрине аяқтарыңызды толығымен созған күйде жатуларыңызға болады. Немесе толығымен, яғни табандарыңызды біріктіріп, бадха конасында да, яғни қосып, сіздің жамбас түбіндегі қан айналым жүйесін жақсартуға көмектесетін дәл осы асынды бірге қосып пайдалануыңызға болады. Жай ғана денеге босаңсу бересіз. Қысқарған бұлшықеттердің барлығы біртіндеп созылады. Жеңіл тыныстауыңыз бойынша ары қарай жалғастыра бересіз. Тыныстаймын. Тыныстаймын. Асыннан шығатын кезде, яғни аяғымды екі жақтан біріктіріп, егер бұл күй сізге ұнап жатса, яғни дәл осы асында ұзағырақ қалуыңызға болады. Ақырын бір жаққа қарай сырғып, яғни білегімді басымның астына қарай қоямын да, артымдағы коврикті алып жанға қарай қоямын. Дәл осылай, яғни қан айналым жүйесін жақсартуға мен ары қарай қырындап жатамын. Мен сіздерге сонымен қатар екінші үлгідегі, яғни кеуде қуысын ашуға арналған жаттығуды көрсетуге тырысатын боламын. Яғни екі йога блокты аламыз да, дәл осындай Т әрпі тәрізді етіп тіреп қоямын. Дәл осыдан кейін мен ақырындап жамбасқа жақындаймын. Аяқтарыңызды бүгіп немесе созып, жаңағы бадха конасын күйінде отыруларыңызға да болады. Осыдан кейін бірінші төсем, жаңағы йога блок менің тура омыртқама, яғни кеуде омыртқам басталған жерде тұруы қажет. Екінші йога блок менің тура басыма тіреп қоямын. Осыдан кейін аяқтарыңызды ыңғайларыңызға қарай, яғни созуларыңызға болады, бөгулеріңізге болады, немесе табанын біріктіріп ашуларыңызға болады. Ал қолымызды бағанағы сияқты дәл осылай екі жақ жаныңызда, яғни шынтақты бүгілген күйде ұстауыңызға болады, немесе жоғары қарай көтеріп, білек құлпын түзіп, дәл осылай кеуде қуысының одан сайын жақсы ашылуына демеу жасауларыңызға болады. Ал маған дәл осылай шынтағымды бүккен күйде, яғни екі жаққа қарай ашқан, менің әлдеқайда мынау тереңірек дәл осы менің иық тұсымдағы бұлшықеттердің созылғанын өзіме сездіреді. Және өте жақсы менің дәл қазір жауырын бұлшықеттерімнің жауырын айналасындағы қосылғанын сеземін. Сол себепті де менің денеме дәл қазір осы күй көбірек ыңғайлы және жайлы.
дәл осыны жалғастырып ұзағырақ дене бұлшықеттеріңіздің өзінің, яғни жер бетінің тартылыс заңдылығымен өз бетінше жеңіл созылуына мүмкіндік жасауларыңызға болады. Тек бұл жерде сіз денеңізді босаңсытсаңыз ғана болғаны, қалғанның барлығы денеңізде өздігінен жүріп отыратын процесс болады. Тыныстаймын және босаңси түсемін. Кейіннен бұда да бір жақ білегіме қарай салмақты салып, арқамдағы, яғни блоктардан, йога блоктарынан ақырын бір жағыма қарай қырындап босатамын да, арқамнан және бас бөлімімнен йога блоктарды алып тастаймын. Содан соң толығымен, яғни қырындап, денедегі қан айналым жүйесінің бір қалыпқа түскеніне дейін дәл осылай қырындап жатамын. Содан соң алақанға салмақты салып, өзімді итеріп, орнымнан тұратын боламын. Бұл комплекстен кейін-ақ сіз бірден кеуде қуысыңыздың ашылып, дәл мына төмен қарай гир ұқсап астына қарай тартып тұрған, яғни салмақтан бір жеңілдеген сезімді таптыңыздар деген ойдамын. Ендеше дәл осы пайдалы комплекстерді менің каналымнан үнемі үйренулеріңізге болады. Міндетті түрде дәл осы видеоның астындағы подписаться деген батырманы ұмытпай, яғни каналыма жазылып алыңыз. Әр аптаның дүйсенбі күндері сіздер үшін өте пайдалы жаттығулармен бөлісетін боламын. Ендеше келергі дүйсенбі кездескенше сау болыңыздар.